Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, сіздермен бірге мен Аманжол, және бүгінгі видеомның тақырыбы жеке тұлғалардың кірістері мен мүліктерін жалпыға бірдей декларациялау тақырыбына арналмақ. Кімдер декларациялайды, қашан декларациялайды, нені декларациялайды? Жалпы осы тақырып төңірегіндегі барлық сұрақтарды мен сіздерге егжей-тегжейлі түсіндіріп бермекпін. Олай болса, презентацияға қарай ойысайық, сол жерде мен сіздерге барлығын түгел түсіндіремін. Аты жөнім Аманжол Смағұлов, білімім жоғары, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітіргенмін. Мамандығым қаржылық құқық саласының маманы. Бүгінгі таңда консалтингтік компанияның негізін қалаушымын, бухгалтерлік қызмет көрсету саласында, салықтық кеңес беру саласында қызмет етіп жүрген жайым бар. Әлеуметтік желілерден іздесеңіздер, Инстаграмда, Ютубта және Телеграмда каналдарым бар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Неге? Өйткені керекті ақпаратты дер кезінде алып отыру үшін. Тақырыпқа қарай ауысатын болсақ, жалпы мемлекеттің бұл мақсаты қандай дейтін болсақ, жалпы азаматтарды барлық мүліктерін, барлық активтерін, борыштарын декларациялаудағы мақсат не дейтін болсақ, ол көлеңкелі экономикамен және сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін жеке тұлғалардың мүлкі мен табысына тиімді бақылау жүйесін құру екен. Сондай-ақ салық пен бюджетке төленетін өзге де төлемдер жинауды мемлекеттің рөлін күшейту. Бұл айтқан кезде мемлекет барлық азаматтардың табысын, кірісін, мүлкін, борышын, қарызын барлығын түгел алақандағыдай көріп отыру керек. Сөйтіп бір жариялап тастағаннан кейін ертеңгі күні сізде табысыңыз бір бөлік, ал сатып алған мүлкіңіз екінші бір бөлік болатын болса, мемлекет бірден сізге сұрақ қоятын болады. Сіздің табысыңыз осынша еді ғой. Сіз мына мүлікті қалай алдыңыз, қай ақшаңызға алдыңыз деп. Егер де сіз дәлелдей алмасаңыз, жаңағы мүлікті қалай алғандығыңызды, ол кезде сіз мемлекетке салық төлеу керек боласыз, жеке табыс салығын. Яғни салықты барынша молынан түсіруге арналған іс-қимылдардың кезекті бір қадамы десек болады. Енді декларациялау бізде 4 кезеңнен тұрады екен. Бірінші кезең ол 2021 жылдың 1 қаңтарынан басталып кетті. Бұл кезеңде 4 топқа кіретін азаматтар өздерінің мүліктерін, табыстарын жариялай, декларациялай бастады. Олар кімдер дейтін болсақ, олар бірінші жауапты мемлекеттік лауазымда атқаратын адамдар және олардың жұбайлары. Одан кейін мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар мен олардың жұбайлары. Келесі, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар мен олардың жұбайлары. Және соңғы 4-ші топ ол мына бірнеше заң келтірілген, осы заңда көзделген азаматтар. Яғни осы заң бойынша осы азаматтар декларация тапсыру керек деген азаматтар осы 21 жылдың 1 қаңтарынан декларация тапсыруды бастап кетті. Қандай заң дейтін болсақ, мына жерде жазылып тұр. Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы, Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы, сақтандыру қызметі туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы. Яғни осы заңдардағы көзделген азаматтар міне 21 жылдың 1 қаңтарынан бастады. Келесі кезең бізде 2023 жылдың 1 қаңтарынан басталады. Бұл кезеңде тағы да 2 топтағы азаматтар қосылады. Олар мемлекеттік мекемелердің жаңағы қызметкерлері, білім беру саласы, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және тағы басқа салалардағы қызметкерлер және олардың жұбайлары тапсырады екен. Және осыларға, бұл кісілерге қоса квази мемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлері және олардың жұбайлары тапсырады екен. Ары қарай 24 жылдың 1 қаңтарынан бастап тағы да 2 топ қосылады. Олар заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және олардың жұбайлары немесе зайыптары. Және жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары немесе зайыптары 24 жылдың 1 қаңтарынан бастап декларация тапсыруға жаңағы міндетті болса, ең соңғы 4-ші кезең 25 жылдың 1 қаңтарынан бастап азаматтардың қалған санаттары тапсырады екен. Яғни алдыңғы 3 топқа кірмей қалған басқа барлық азаматтар Қазақстан Республикасында тұратын, тұрмайтыны бар. Әйтеуір Қазақстан Республикасында, болмаса Қазақстан Республикасының тысқары жерде мүлкі бар, ақшасы бар, яғни мемлекетке көрсететін дүниесі бар азаматтардың барлығы түгел декларация тапсыру керек екен. Олар кімдер дейтін болатын болсақ,
кәмелет жасқа толғандар, толмағандар, оралмандар, шетел азаматтары, біздің Қазақстан Республикасында жүрген барлығы түгел мемлекетке декларация тапсырады екен. Декларация тапсыруда нақты қандай декларация дейтін болсақ, ең алғашқы бірінші рет бір рет тапсыратын декларация ол активтер мен міндеттемелер туралы деп аталатын декларация. Декларацияның нөмірі 250-ші нысан деп аталады, яғни осы. Ол бір-ақ рет тапсырылады. Ал одан кейінгі жылдары, бұны тапсырғаннан кейін келесі жылдары кірістер мен мүліктер туралы деген декларация бар. Оның нөмірі 270-ші нысан. Оны әр жыл сайын одан кейінгі жылдары тапсырып отырады екенсіздер. Мерзімі қашан тапсыру керек деген кезде, мерзімі екі түрлі мерзім бар. Қағаз жүзінде тапсырам деп шешім қабылдайтын болатын болсаңыз, мысалы сіз егерде осы жылдан бастап тапсыратын жаңағы адамдар санатына кіресіз, және сіз турасында мен декларацияны қағаз жүзінде тапсырам дейтін болатын болсаңыз, онда сол жылдың 15-ші шілдесінен кешіктірмей тапсырып тастау керексіз декларацияны. Егерде сіз декларацияны электронды түрде тапсырам дейтін болатын болсаңыз, онда 15-ші қыркүйегінен кешіктірмей тапсырады екенсіз. Яғни электронды түрде тапсыратын болсаңыз, кішкене 2 айға болса да ұзақ уақыт берілген екен. Бірақ әлгі екі мерзімге бағынбайтын топтағы азаматтар бар. Олар келесі азаматтар: сайланбалы лауазымдарға кандидаттар және олардың жұбайлары. Кандидат ретінде тіркелгенге дейін декларацияны тапсырады. Яғни олар күтіп жүрмейді 15-ші шілдені, болмаса 15-ші қыркүйекті. Кандидат ретінде тіркелмей тұрып декларациясын тапсырып, тастап, содан кейін барып кандидат ретінде тіркеледі екен. Ал мәліметті ұсыну мерзімі қай кездегі жаңағы мүлкіне байланысты тапсырады десек, яғни сіз қай айда декларацияны тапсырып жатсыз, сол айдың бірінші жұлдызындағы өзіңіздегі бар мүлікті, ақшаны, борышты, активті көрсетеді екенсіз. Келесі бір топ ол мемлекеттік лауазымға немесе оларға теңестірілген функцияларды орындауға байланысты лауазымға кандидаттар және олардың жұбайлары. Яғни бұлар енді сайланбалы түрде емес, тағайындалып іске кірісетін, мемлекеттік лауазымды иемденетін азаматтар сол лауазымға тағайындау актісі шықпай тұрып декларацияны тапсырып тастау керек екен. Тапсыру жаңағы қай кезге байланысты десек, яғни декларацияны сіз қай айда тапсырып жатсыз, сол айдың бірінші жұлдызындағы жағдайға байланысты декларацияны өткізеді екенсіз. Және үшінші топ ол банк секторы, сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары, инвестициялық портфельді басқарушы болуға тілек білдірген тұлғалар уәкілетті органға банктің ірі қатысушысы мәртебесін, сақтандыру, болмаса қайта сақтандыру ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иелену туралы өтініш берген күнге дейін декларацияны тапсырады екен. Мәлімет декларация тапсыратын айдың бірінші күніне көрсетіледі екен. Тәсілдері қалай тапсырамыз деген кезде, ең қарабайыр, ең дұрыс емес жолы әрине қағаз жүзінде тапсыру. Электронды заманда, барлығы электронды түрде жүріп жатқан заманда ешкім қағаз жүзінде тапсырмайды. Бірақ енді қағаз жүзінде тапсыратындар бар болатын болса, онда мархабат қағаз жүзінде толтырып тапсырасыздар. Бірақ сіздерге тапсыру мерзімі қысқарақ болады екен. 15-ші шілдеге дейін тапсырасыз. Ал электронды түрде тапсыратын болатын болсаңыз, онда міне 3 түрлі нұсқасы бар. Ол бірінші нұсқа, ол ЕГОФ арқылы тапсыру, екінші салық төлеуші кабинет арқылы тапсыру, және үшінші салық азамат мобильді қосымшасы арқылы тапсырса болады екен. Мен сіздерге қазір енді осы ЕГОФ арқылы қалай тапсырады, сол жайында түсіндіріп өтпекпін. Олай болса, ЕГОФ-қа қарай ауысайық. Міне қараңыздар, мынау сіздердің көз алдарыңызда тұрған egov.kz мемлекеттік электронды үкімет порталы. Ашылған бетте бірден орыс тілінде ашылады. Егерде сізге орыс тілінде толтыру қолайсыз болатын болса, жоғарғы жағында қаз деген батырманы басып, мына жерде қазақ тіліне қарай ауыстырып алсаңыз болады. Келесі қадам бізге осы ЕГОФ-қа кіру. Міне кіру, оң жақ жоғары жағындағы кіру батырмасын басып кіруге болады. Егерде сіз ЕГОФ-та тіркелмеген болатын болсаңыз, бірінші мына тіркеу батырмасын басып, тіркеліп алып, одан кейін барып кіресіз. Мен тіркелгенмін, содан кейін мен бірден кіру дегенді басам. Кірудің бірнеше түрлі нұсқасы бар. Логин жасырын сөз арқылы кіру, электронды цифрлық қолтаңба арқылы кіру, ЭЦП арқылы. Сим-картадағы электронды цифрлық қолтаңба арқылы кіру, яғни мына жерге ЖСН жазасыз, телефоныңыздың нөмірін жазасыз. Сол арқылы жаңағы телефоныңызға SMS сообщение келеді, сол арқылы кіреді екенсіз. Бір жолғы жасырын сөз арқылы кіру, бұл жерде сол. Егерде сіз
мобильді азаматтар деректерінде жаңағы тіркелген азамат болатын болсаңыз, онда сол иініңізді жазасыз, содан телефоныңыздың нөмірін жазасыз, содан кейін сіздің телефоныңызға SMS сообщение келеді, сол арқылы кіресіз. Digital ID арқылы көруге болады. Бұл жерде осы Digital ID-да тіркелген болу керексіз. Одан кейін барып мына биометриялық деректерді пайдалану арқылы кіру дейді. Яғни сіздің бет әлпетіңізді тексеріп, сөйтіп барып кіргізеді. Ең соңғы нұсқасы ол QR код арқылы кіру. Бұл жерде егерде сізде телефоныңызда егов мобильді қосымшасы тіркелген болатын болса, сол арқылы QR код арқылы кіреді екенсіз. Енді біз ең қарапайым, ең үйренген жол, ол біз электронды цифрлық қолтаңба арқылы кіру жолымен кіреміз. Сертификатты таңдаңыз дейді. Кіретін кезде бірінші міне AUS RSA деген бірінші тұрған кілтті таңдап кіресіз. Паролімізді тереміз. Подписать. Міне жоғарыдан қарасаңыздар аты жөндеріңіз шығып тұрады, яғни сіз өзіңіздің кабинетіңізге кірдіңіз деген сөз. Ары қарай міне азаматтарға деген бөлігінің оң жағында орта тұсында кеден және салықтар деген бөлім бар, осыған кіресіз. Оның ішінде салық салу, оның ішінде міне салық есептілігін қабылдау деп. Егерде сіздерде көрінбей тұратын болса, мына толық көрсету деген батырманы бассаңыз, барлығы түгел ашылады, қызметтің түрлері. Соның ішінде міне салық есептілігін қабылдау 250 деген осыны басасыз. Сол арқылы сіз қазір декларацияның өзін толтыруға қарай бет аласыз. Міне онлайн сұрау дегенді басасыз, сары. Декларацияны толтыру 3 қадамнан тұрады. Бірінші қадам жалпы мағлұмат беру. Кезең, қай кезеңге байланысты тапсырасыз? Мысалы, мен тұрамын мына жерге 2021 деймін. Салық төлеушінің санатын таңдайсыз. Екі түрлі нұсқасы бар екен, А және Б. А нұсқасы ол сайланбалы лауазымға кандидаттар болып табылатын адамдар. Бағана мен сіздерге презентацияда айтқам. Осы азаматтар болатын болсаңыз, онда бұл азаматтар декларацияны тапсыру мерзімі жаңағы 15 шілде, 15 қыркүйекке бағынбайды. Олар сол өзінің кандидатурасын ұсынбай тұрып, болмаса тағайындау актісі шықпай тұрып тапсыратын азаматтар ғой. Олар осы жерге қояды, қай айда декларация тапсырды, сол айды қояды екен. Мысалы, наурыз айы болса, наурыз айы деп қояды. Осы айға байланысты, міне 1 наурызға байланысты декларацияны тапсырып жатырмын дегенді меңзейді. Егерде бұл санатқа жатпайтын болатын болсаңыз, онда міне Б категориясын таңдайсыз. Бұл А санатына жатпайтын тұлғалар мәліметтері декларация табыс етілетін жылдың алдыңғы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша көрсетеді дейді. Яғни сіз өткен жылдың 31 желтоқсанını таңдайсыз. 20 жылдың 31 желтоқсан. ЖСНіңіз автоматты түрде өзі шығып тұрады, өзіңіздің кабинетіңізге кіргендіктен. Егерде сіз декларацияны басқа бір кәмелеттік жасқа толмаған адам үшін тапсырып жатқан болатын болсаңыз, егер біреудің заңды өкілі болатын болсаңыз, онда сол азаматқа байланысты мына жерге қанат белгісін қоясыз да, сол азаматқа байланысты мағлұматты бересіз. Мен ешкімнің өкілі емеспін, сол үшін ары қарай өзімнің телефон нөмірім шығып тұр, электронды мекен-жай, электронды адресіңізді жазасыз. Келесі декларацияның түрі бастапқы деп бірінші рет тапсырып жатқан кезде, өміріңізде бірінші рет тапсырып жатқан кезде, ол бастапқы деген жерге белгі қоясыз. Егерде белгілі бір себептермен бастапқы декларацияны тапсырып тастап, бірақ ол жерде бір олқылықты ішіңіз сезіп, соны олқылықты орнын толтырамын, яғни бір нәрсені дұрыс көрсетпедім, болмаса артық көрсетіп жібердім дейтін болатын болсаңыз, онда қосымша белгісін қоясыз да, сол арқылы қосымша тапсырасыз. Хабарлама бойынша қосымша, егерде сізге мемлекеттік кірістер органдарынан хабарлама келсе, және сол хабарламадағы көрсетілген олқылықтың орнын толтыруға байланысты тапсырып жатсаңыз, онда осы жерге белгі қоясыз, және хабарламаның нөмірін, келген күнін жазасыз. Мен бастапқы дегенге қарай өтейін. Резиденттік белгі. Сіз Қазақстан Республикасының резидентісіз бе, резидент емессіз бе, соған байланысты. Мен Қазақстан Республикасының резидентімін. Енді міне мүліктерді жаңа декларациялайтын жеріне келдік. Біздегі барлық мүліктердің атаулары солар тұр. Енді қараңыздар. Мысалы, бірінші тұрған не? Егер сізде айлық есептік көрсеткіштің 10.000 еселенген мөлшерінен аспайтын сомадағы қолма-қол ақша болса, онда қанат белгісін қойыңыз. Яғни қолма-қол ақша, қолыңыздағы бар ақшаңыз 10.000 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын болса, осы жерге белгі қоясыз. Ал 10.000 айлық есептік көрсеткіш деген қанша дейтін болсақ, ол сіз толтырып жатқан жылдағы айлық есептік көрсеткішті 10.000-ға көбейтесіз. Мысалы, 21 жылға қатысты ол 29.917.000 теңгені құрайды.
белгі қойдыңыз ба, астыға қарай түссеңіз, міне сізге қосымша таблица шығады. Бұл жерде сіз валютаның кодын жазасыз, яғни қандай валютада бар, теңгемен ба, доллармен ба, евромен ба, юань ба, соның барлығын осы жерге қоясыз. Мысалы айталық, мен теңгемен, мен тұрамын да, міне КЗ, міне КЗТ теңге деймін, сомасын мысалы айталық 100.000 теңге дейік. Сақтау, міне мысалы мен теңгемен қосылды. Ары қарай менде тағы да доллармен ақша болатын болса, мен тұрамын да мына жерге USD, міне ақш доллары деймін да, қанша доллармен қанша бар, соны жазамын. Менде ондай жоқ, сол үшін мен бұны ары қарай етпеймін. Ары қарай, егер сізде шет мемлекетте тіркелген жылжымайтын мүлік болса, онда қанат белгісін қойыңыз. Жылжымайтын мүлік басқа бір мемлекетте бар болатын болса, міне, одан төмен түссеңіз, міне жылжымайтын мүлікті қосатын бөлігі ашылды. Жылжымайтын мүліктің атын жазасыз мына жерге. Мысалы, пәтер дейік. Пәтер. Елдің коды қай мемлекетте? Мысалы, Ресейде болса, мысалы, РУ. Мысалы, латын тілінде РУ десеңіз, ол Ресей дегенді білдіреді. Міне, РУ дейсіз. Сәйкестендіру кадастрлық нөмірі, құжаттағы кадастрлық нөмірі, жаңа мүліктің орналасқан жерін жазасыз, яғни қай қалада, қандай көшеде, қандай үй. Мысалы, пәтер болса, жер болса, жердің жаңағы несін жазасыз. Жалпы жылжымайтын мүлікке байланысты осындай ақпарат бересіз. Менде ондай жоқ, сол үшін мен тұрамын да бүйтіп алып тастаймын. Тура сол сияқты ары қарай толтыра бересіз. Мысалы, егер сізде шет мемлекетте тіркелген көлік құралы болса, онда қанат белгісін қоясыз. Мысалы, біздің мемлекетте көп қой, шетел мемлекетінің көлігін мініп жүргендер. Әзербайжан, Ресей, Қырғызстан. Мысалы, сондай болатын болса, жерге қанат белгісін қоясыз. Астында міне шетел мемлекетте тіркелген көліктің құралдарын туралы мәліметтер қосасыз. Мысалы, көліктің түрі, мысалы, қандай? Жеңіл. Жеңіл. Маркасы, мысалы, Nissan, моделін жазасыз, түр қоясыз, моделін жазасыз. Мысалы, X-Trail. Елдің коды қай мемлекеттік, мысалы, Ресей болатын болса, Ресейде тіркелген болса, РУ дейсіз. Сөйтіп қосасыз. Сәйкестендіру нөмірі, яғни машинаның нөмірін жазасыз, яғни VIN кодын жазасыз. Бұның бәрі түгел техпаспортта бар. Сөйтіп алып қоса бересіз. Тура сол сияқты барлық жерлерін көресіз. Тіпті мына жерде қараңыздар, міне, егер сізде дебиторлық, кредиторлық, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде берешек болса, онда қанат белгісін қойыңыз. Дебиторлық деген, яғни сізге біреу қарыз болса, кредиторлық деген, сіз біреуге қарыз болатын болсаңыз, қарызыңызды да жазасыз. Егер сізде сенімгерлік басқаруға берілген мүлік болса, онда қанат белгі. Яғни сіз біреудің мүлкін сенімгерлік басқару жаңағы шарт арқылы басқарып жүрген болатын болсаңыз, оны да жазасыз. Қандай мүлік ол? Пәтер ма, үй ма, бизнес па, білмеймін енді, не нәрсені басқарып жүрсіз, соның барлығын түгел осы жерге жазасыз. Сөйтіп, барлығын толтырып шығасыз. Одан кейін мына жерге қараңыз, мен осы декларацияда келтірілген мәліметтердің анықтығы үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап беремін деген жерге батырманы қоясыз. Одан кейін мемлекеттік кірістер органдарының коды деген жерге мына жерге басасыз да, міне Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің осыны басасыз. Одан кейін тұрып, қай салық комитетінде тіркелгенсіз, өзіңіздің жаңағы деңіз. Соны таңдайсыз. Мысалы, міне енді бұл жерде нұсқаулықтар көп. Мысалы, Алматы облысы бойынша, оның ішінде қай ауданда, яғни соның бәрін өзіңіз тауып нетесіз. Талдықорған қаласы бойынша ма, Талдықорған қаласы деп қойып, ары қарай, алдыға қарай мемлекеттік кірістер органдарына жіберу деген батырманы басасыз. Осы жерге сізге хабарлама шығады. Бастапқы 250-ші за 2000 жіберуге дайындалған Талдықорған қаласы бойынша барлық жіберіп берейік бе дейсіз. Сіз тұрасыз да я дейсіз. Ары қарай кілтті таңдау керек болады. Я дейсіз. Ары қарай қараңыз, не келе екінші қадамға өтесіз. Мына жерде міне енді мен etsіп арқылы жіберіп жатырмын, электронды цифрлық қолтаңба дейді. Мен осыны басам, ақпарат тасымалдаушы, мына жерде тұрамын да өзімнің электронды цифрлық қолтаңбамды жіберетін кезде екінші РСА деген деймін да, паролін нетемін да, теремді қол қойып ары қарай жіберемін. Сол арқылы мен мемлекеттің алдындағы 250-ші формамды, бастапқы формамды тапсырып тастаймын.
Сонымен біз бүгін 250-ші форманы қалай тапсыру керек сол жайындағы видео нұсқаулықты көрдік. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша сау саламат болыңыз.